біздің мынау менің Қазақстаным деген челлендж жүріп жатыр қазір. Сол челлендждің мақсаты да оның сол бәрі бірлігіміздің, мәдениеттің алуандылығы, жастардың патриоттылығы, бәріміздің сол отанымызға деген сүйіспеншілігімізді, бірлігімізді нышандайтын үлкен бір челлендж деп білемін. Енді соған біз өз үлесімізді қосып, әрбіріміз өз пікірімізді айтып, сол челленджді қолдайық. Жастарымыздың патриотты сезімін арттыру, соларды енді біздің Қазақстанымыздың тілін меңгеру, насихаттау жолында, әртүрлі этностың мәдениетін дәріптеу, біздің республикамыздың сол бәрі экономикасына, ұлттық саясатына, тіл саясатына өзіміздің соны алға бастыруға, соны дәріптеуге, насихаттауға өз үлесімізді қосу жолында өткізіліп жатқан челлендж деп білемін. Бәрі тірлік, бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Сол үшін біздің бірлігіміздің арқасында сол 30 жылдан астам біздің республикамыз, Қазақстан республикамыз, біздің отанымыз бірегейлікте, бірлікте өмір сүріп жатырмыз. Соның бәрінің арқасы сол бірлігіміздің тату-тәтті өмір сүріп жатқанымыздың арқасында деп білемін.